Қайырлы күн, балалар. Балалар, біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тетіктердің қосылыстары жайлы жалпы мағлұматтар. Балалар, техниканың дамуының арқасында тетіктердің көптеген қосылыстары қарапайым қосылыстар есебінде жетіліп отырылды. Енді олар көптеген механизмдерде қолданыла бастады. Типтік қосылыстарда қолдану машиналарды құрастыру, жасау жұмыстары әлдеқайда жеңілдетіле түсті. Сызуда тетіктердің типтік қосылыстарының қарапайым түрлері қолданыла бастады. Олар кейбіреулері мына суретте көрсетілгендей тетіктердің әртүрлі қосылыс түрлерін бізге суретте бейнелеп көрсеткен. Балалар, типтік қосылыстар дегеніміз не екенін ең алдымен біліп алайық. Әртүрлі машиналардың механизмдерінде кездесетін қосылыстарды біз типтік қосылыстар деп атаймыз. Типтік қосылыстар олар станоктарда, автоматтық желілерде, көліктерде жасауда пайдаланылады. Оларды біз көлікте қолдануда типтік қосылыстар өте жеңіл түрде қолданылады. Енді мына суретке назар аударайық. Бұл суретте балалар доңғалақ пен арбаның қосындысын бізге мысал есебінде берген. Доңғалақтан арбаның білігі және доңғалақтың біліктен шығып кетпеу үшін жасалған мұрындығын тұратын ерте заманнан келе жатқан қосылыстың бірі есебінде көрсетілген. Балалар, сендер тетік қосылыстарының осылай екіге бөлінетінін білесіңдер ме? Онда мен сендерге таныстырып өтейін. Тетік қосылыстары екіге бөлінеді: ажырайтын және ажырамайтын болып. Ажыратылмайтын қосылыстар ол тетіктерді бүлдірмей ажыратып алуға болмайтын қосылыстарды жатқызамыз. Ажырамайтын біріктірулер олар өзінің ішінде бірнеше түрлерге бөлінеді. Олармен танысып өтейік. Тойтарып біріктіру, пісірмелі біріктіру, тігу арқылы, дәнекерлеу және желімдеу арқылы біріктіру, сонымен қатар балқытып пісіру және қысыммен пісіру. Міне осылай ажырамайтын біріктірулер бірнеше түрлерге бөлінеді. Ажырайтын біріктірулер дегеніміз ажыратылатын қосылыстарға құраушы тетіктерді бүлдірмей ажыратып алуға болатын қосылыстарды айтамыз. Міне суретте көрсетілгендей ажырайтын біріктірулер осылай біріктіріледі екен. Осылай ажыратып алуға болады екен. Егер де сендер қандай да қосылыстардың ажыратылатын, ал қандай қосылыстардың ажыратылмайтын екендігін дұрыс анықтасаңдар, онда ажыратылатын қосылыстар аттарынан кейінгі жақшада тұрған әріптерден сенімді деген сөздер құрастырылатынын білесіңдер ме? Балалар, бекіту тетік бөлшектеріне болттар, шпилкалар, гайкалар, шайбалар, винттер жатады. Соның ішінде болт ол стержен тәрізді басы деп аталынатын жағына қарама-қарсы ұшында бұрандасы бар тетікше бөлшекті айтамыз. Болттың басының пішініне қарай алты жақты және жартылай дөңгелек басты және тағы да басқа деп ажыратылады. Ең көп тараған түрі алты жақты болттар. Осындай болттардың басы алты бұрышты дұрыс призма пішінде жасалынып, фаскалармен аяқталынады. Міне мына суретте көрсетілгендей. Тетік бөлшектердің келесі түрі гайка. Гайка ортасында бұрандалы тесігі бар, болт пен шпилканың ұштарын бұрау үшін жасалынған тетік бөлшекті айтамыз. Гайкаларды болттан жасайды. Олардың бұрандалары метрикалық болып келеді. Гайканың сыртқы пішіні 6 жақты призма, 4 жақты призма, цилиндр тәрізді болып келеді. Квадрат және дөңгелек гайкалар сирек кездеседі. Гайкада болт сияқты белгіленеді. Келесі шайба. Шайба дөңгелек және ортасында дөңгелек тесігі бар сақина тәрізді тетік бөлшек. Шайба ол гайканың немесе болттың басымен бекітілетін тетік бөлшектің арасында қыстырылатын бөлшекті айтамыз. Шайбаның негізгі атқаратын міндеті гайканы кілтпен бұрағанда тетік бөлшектің беті жыртылып бүлінбейді. Болт немесе шпилка кіретін тесіктің пішіні дөңгелек болмаған жағдайда тірелу беті ұлғаяды. Тетік бөлшек жұмсақ материалдан жасалған болса, тірелу бетін ұлғайтып, сығу әсерін жеңілдетеді. Міне балалар, осындай шайбаның негізгі 3 атқаратын міндеті бар екен. Келесі шпилка. Шпилка екі ұшында да бұрандалары бар цилиндр тәрізді стерженді біз шпилка деп атаймыз. Шпилкалар болаттан жасалынады.
және оларға метрикалық бұрандалар қойылады. Оның тетік бөлшекке бұрап енгізетін ұшын сұқпа деп атаймыз. Сұқпа ол тетік бөлшек жасалынған материалдың беріктілігіне байланысты болып келеді. Берік материалдар болат, қола, жез үшін ұзындықты шпилканың диаметріне тең етіп аламыз. Міне, бізде шпилканы мына суретте бейнелеген. Шпилка осындай түрде. Міне, балалар, мына суретте тетік бөлшектерді шпилканың көмегімен біріктіру сызбасы екі кескінде орындаған. Басты кескін фронталь тілік, ал екінші кескін үстіңгі көріністі көрсеткен бізге. Міне, сендерге көрініп тұр ма? Бұнда тек екі өлшем түсірілген. Құрастыру сызбаларында шпилдік біріктіру сызбасын одан әрі ықшамдауға рұқсат етіледі. Әдетте, фаскальдарын шпилка мен тетік бөлшек аралығындағы қуысты бұрандалар арқылы тесіктің шпилка жетпейтін бөлігін көрсетпейді. Балалар, болтты біріктіруде үш өлшемді көрсетеді. Олар болт бұрандасының номинал диаметрі, болттың ұзындығы және болттың кіргізетін тесіктің диаметрі, болттың ұшындағы фасканы және болт пен тетік бөлшектердің арасындағы қуыстарды көрсетпеуге болады. Шартты түрде бұранданы болттың өне бойына түсіреді. Егер құрастыру сызбасының масштабы ірі, ал бекіту тетік бөлшектері ұсақ болатын болса, онда болтты Т әріпімен белгілейді. Ал шайбаны сызықшамен белгілейді. Гайканы крест белгісімен көрсетуге болады. Балалар, осымен мен бүгінгі сабағымды аяқтай келе, бүгін сендерге мен тетіктердің қосылыстарының қандай да түрлерін және бекіткіш бөлшектерді бейнелеу түрлерін көрсеттім. Және сендерге үйге тапсырма мен стандартты тетіктерді оқып келулеріңді сұраймын. Мен келесі сабақта сұрайтын боламын. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабаққа жүздескенше сау болыңдар.